Аса қамқор, ерекше мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Бұл сурет 1986 жылғы Астанамыз Алматы қаласында болған қанды желтоқсан оқиғасына байланысты салынған иллюстрация. Желтоқсан оқиғасының тарихын сіздер жақсы білесіздер. Уақытында газет, журнал беттерінде, теледидар, радиоларда хабарланды. Кейіннен ақиқаттар ашылып, бұл жайында адам түршігерлік тележурналдар мен кинолар, кітаптар жарияланды. Желтоқсан оқиғасының алғашқы күндерінде қаншама жас қыршын қыз жігіттер өлтірілді, түрмелерге тоғытылып, сотталды, оқудан шығарылды. Қыстың қақаған аязында азаптады, ұрды, соқты, жауапқа алды, жазалады. Өз отан, өз елінде қаракөз қазақ жастары осылай тапталды. Озбырлық бодауынан шықпақшы болып, бостандықтары үшін күресіп, бас көтерген жастарымыз халық жауы есебінде жазаланды. Құдайға шүкір, соңында бәрі де ақталды. Сол жанкешті жастарымыздың арқасында егемендік алып, жеке мемлекет болдық. Мына суретте Ақорда бейнеленген. Оны қоршаған әскерлер. Ортадағы 1986 жыл деп жазылғанның ішінде ұрандарын көтеріп алаңға шыққан жастар. Алдыңғы планда үкім беріп жатқан Совет үкіметінің қызыл шенді офицерлері. Олардың аяқтарының астында тапталған жастардың әділетсіздікке жол бермейміз деп жазылған ұрандары. Жалпы бұл суреттің негізгі мағынасы ұлт азаттығы үшін алаңға шыққан жастар мен оларға өктем үкім жүргізген үстемшіл топтың өкілдерінің көрінісі баяндалған. Өтіп жатқан өмір-ай десеңізші. Содан бері де міне 40 жыл уақыт зыр етіп өте шығыпты. Бұл сол уақытта туылған бала 40 жасқа толды дегенді білдіреді. Мен 1986 жылы Алматы көркем сурет училищесінің бірінші курсына студент болып қабылдандым. Оқудың бірінші жартысын тәмамдап қалған кезімде ескі ауруым шығып, сол кездегі Ленин қазіргі Достық көшесінің жанындағы бір емханаға қатынап, ем алып жүретінмін. Біз тұратын жатақхана Абай көшесі мен бұрынғы Чапай, қазіргі Манас көшесінің қиылысы болатын. Оқуымнан босаған кезімде троллейбуспен Абай даңғылы арқылы барып, Достық көшесінен түсіп, ары қарай емханаға жаяулатып барамын да, уколымды алып қайтатын едім. Бұл желтоқсан айы болатын, Алматының қысқы күні. Желтоқсанның 16-сы күні таңертең емімді қабылдап қайтпақшы болып, Абай даңғылына шықтым. Күн ерекше суық. Аяз бетті қарып, жердегі қар жүрген сайын сықыр-сықыр етеді. Аялдамаға келсем, адамдар толы. Әшейінде үздіксіз қатынап жататын автобустар да, троллейбустар да көрінбейді. Адамдар көбір-көбір сөйлеп, аяқтарын аяқтарына ұрғылап, біреулері әрлі-берлі кезіп, біреулері ашына дауыстап, әлдекімге ұрсып жатыр. Енді біреулері күтуге төзімдері таусылғандай жұлқына шамданып жаяу кетіп жатыр. Біраз тұрдым да, ешқандай көлік болмаған соң, мен де Абай көшесімен алға қарай жүре бердім. Расында бұл бір таңданарлық жағдай болды. Астананың көшесінде көліктер жүрмей қалыпты дегенге кім сенеді? Көшеде ерсілі-қарсылы, олай да бұлай да жаяу ағылған адамдар. Әркім өз жұмысына асығып барады. Бірақ бәрі тұйық, мына түнерген күннің ызғары сияқты
іштерінде бір түйген ойлары бардай. Достық даңғылына жақындағанымда Ақ үйдің тұсында Абай көшесінде бір автобус тұрды. Терезесі сынған, ішінде адам жоқ, жүргізуші де көрінбейді. Емханаға жеткенімде медбике орыс әйел маған бұрынғыдай жылы қабақ танытпады. Тымсырайып жүріп үн-түнсіз уколын салды. Ішінде бір түйген ойы бар сияқты. Мен де үн-түнсіз емімді алдым да кері қайттым. Абай көшесіменен жүріп отырып, Сейфуллин көшесіне дейін келдім. Сол көшеде бірінші вокзалға қарай троллейбустар жүріп жатыр екен. Солардың біріне отырып, Сейфуллин көшесі бойындағы темір жол жатақханасында тұратын немере ағамдікіне соқтым. Көңілде тұрған сұрақ пен сырдың шешімі сол жерде табылды. Сөйтсем, Дінмұхаммед Қонаев басшымызды орнынан алып, Колбинді қоймақшы екен. Қақтығыстың басы осыдан басталыпты. Түс ауа жатақханаға келгенімде гу-гу әңгіме жүріп жатыр екен. Біздерде оқитын жігіттер алаңға шығып, көретінді көзбен көріп қайтыпты. Айтуларына қарағанда жанған көліктер, жиналған халық, айғай-шу, артыс-тартыс, ұру-соғу, менттер мен жай халық арасындағы қақтығыс. Соңы ыстық су шашумен, қашумен, қуумен, ұстағанды қамаумен, бас жарылып, көз шығумен, қысқасы қан болумен жалғасқан. Алаңнан келгендердің үстері малмандай су болған, ол су суық пен мұз болып қатқан, өздері көше-көшеменен қашып жүріп, әйтеуір қолға түспей есен сау жеткен.